Ораза кезінде инфитнеспен айналысуға болады ма? Енді ең бірінші ораза айы бұл төсек қатынастан, тамақтан, нәпсіден біз тыйылатын ай. Бұл күн шыққаннан күн батқанға дейін осындай бір период. Және де осы периодта, осы мезгілде қаншалықты жаттығу жасауға болады, инфитнес жаттығуын. Мысал ретінде босанған әйелдер болса, интимді проблемаларды, опущение, зәр шығу, геморрой, ауа шығу, тағы басқа мәселесі бар әйелдер, олар не істейді? Осындай мәселесі бар болса, және де ештеңесі жасамасаңыз, бұл өзіңіздің денсаулығына салғырт қараудың белгісі. Әрине біз жаттығу жасауымыз керекпіз. Бірақ өте бір маңызды нәрсе, қыздар. Ең алдымен сіз кегельді жасап көріңіз. Кегельді жасағанда сіз қаншалықты өзіңізді сезесіз. Егер де сіз ораза ұстап, немесе қазір әлі ораза бастамай тұрып, кегель жасап көріңіз. Егер де сізде қозу, қызу пайда болды, андай қалай желание пайда болып, төсек қатынасқа ойыңыз соған қатты уайымдап кетсеңіз, онда әрине ораза кезінде сіз ешқандай жаттығу жасамайсыз. Ал егер де жаттығу жасап, қан айналымы барды, сіз сезесіз, бірақ төсек қатынасқа деген желание болмаса, қызу, қозу, ештеңе болмаса, онда инфитнеспен айналыса бересіз.